Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 67-ші сабақ. Тақырыбымыз пропорционал бөлуге берілген есептер. Табиғи жағдайлар және олардың мамандықтар үшін маңызы. Бірінші тапсырма. Егер жер құнарлы болса, онда алынатын өнім мол болады. Фермерлер туралы есептерді шығар. Фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограммнан теңдей бөліп салды. Екеуі бірге қанша қап картоп жинады? Яғни бізде фермер 48 центнер, көршісі белгісіз, бірақ 3 есе кем фермерден. Әрқайсысы 80 килограммнан қап жинады. Екеуі бірге қанша қап жинады? Бірінші 48-ді бөлеміз 3-ке 16 центнер, көршісінің жинағаны. 48 центнерді бөлеміз 80 килограммға. Яғни 48 центнер дегеніміз килограммға айналдырсақ, бізде 4800 килограмм болады. Оны 80 килограмм бөлсек, 60 қап фермер қабы. 16 центнерді бөлеміз 80 килограммға. Бұл көршісінің қабы. 1600-ді 80-ге бөлсек 20 қап. 20-ны қосамыз 60-қа, 80 қап. Екеуі бірге 80 қап картоп жинаған екен. Екіншісі, жинаған жемісті салу үшін саяжай иесі алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын дәл сондай 4 жәшік сатып алды. Барлығына 5000 теңге төледі. Кестені қара, бір жәшіктің бағасын тап. Яғни бағасы бірдей, саны 6 жәшік, 4 жәшік, құны 5000 теңге. Алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын 4 жәшік, барлығы 5000 теңге. Әр жәшіктің бағасы қанша? Енді 6-ны 4-ке қосамыз 10 жәшік сатып алынды. 5000-ді 10-ға бөлеміз 500 теңге, бір жәшік бағасы. Бір жәшік 500 теңге, 5000-ді бөлеміз 10-ға 500 теңге, бір жәшік бағасы. Яғни бір жәшік бағасы 500 теңге тұрады екен. Есте сақтайық, ережеге көңіл бөлейік. Есепті шығару үшін онда қандай шамалар берілгенін анықта. Жәшіктің бағасын бірден бөлуге болама. Неліктен? Осы есепті шығару жоспарын құр. Алдымен қанша жәшік сатып алынған анықтаймыз. Бір жәшіктің бағасын табамыз. Үшінші есеп. Кестеге қара, бұл есепте 2 сұрақ берілген. Оларды ата. 6 жәшік қанша тұратынын қалай білуге болады? Есепті шығар, жоспарына қара. Бағасы бірдей, саны 6 жәшік және 4 жәшік. Құны 5000 теңге. Барлығы қанша жәшік сатып алынды? Яғни 6-ға 4-ті қосамыз, 10 жәшік. Бір жәшік қанша теңге тұрады? 5000-ді 10-ға бөлеміз, 500 теңге тұрады. 6 жәшік қанша теңге тұрады? 500 теңгені 6-ға көбейтеміз, 3000 теңге тұрады екен. 4 жәшік қанша тұрады? 500 теңгені 4-ке көбейтеміз, 2000 теңге тұрады. Тексеру. 3000-ді қосамыз 2000-ға 5000 теңге. Жауабы 6 жәшік 3000 теңге, 4 жәшік 2000 теңге тұрады. Қысқаша жазбаның орнына сызба жасауға болады. 5000 теңге, міне, сызбадағы бөліктер нені білдіреді? Сызбаны басқаша қалай жасауға болады? Яғни, алма салатын 6 жәшік, алмұрт салатын 4 жәшік, құны 500 теңге. Әр жәшіктің бағасы бірдей. Яғни жаңа атап өткендей бізде 6 жәшік 3000 теңге, 4 жәшік 2000 теңге болады екен. Есімізде сақтайық, екі қосынды бойынша белгісізді табуға берілген есептер өзара байланысты 3 шамадан тұрады. Мұнда есептердің шарттарында бір шаманың 2 мәнінің қосындысы берілген. Ізделеніп отырған шаманы табу үшін алдымен басқа 2 белгілі шаманың қосындысын табу керек. Қазір есепке көңіл бөлейік. 4-ші есепті шығар. 2 бригада бірге 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500 теңге, ал екіншісі 3000 теңге жинады. Әр бригада қанша қап пияз жинады? Яғни бірінші бригада 4500 теңге, қанша қап екен белгісіз. Екіншісі бригада 3000 теңге, бұл да белгісіз, 150 қап, барлығы 2 бригадан қосқанда 150 қап шығады. Енді әр бірінде қанша қап табу үшін біз есептейміз. 4500-ді қосамыз 3000-ге, 7500, барлығы килограмм 7500 жаңағы
килограмм жиналған. 7500-ді 150-ге бөлеміз. 7500-дің нөлі мен 150-дің нөлі қысқарады. Сонда 750-ді 15-ке бөлеміз. Сонда 50 килограмм. 4500-ді 50-ге әр қапта 50 килограммнан бар. 4500-ді 50-ге бөлеміз 90 килограмм. Бірінші бригада 3000-ді 50-ге бөлеміз 60 қаптан. Яғни 90 қаптан бірінші бригада, ал екінші бригадада 60 қаптан болады екен, жинаған екен. Бесінші есепті шығар. Қатынау саны 1/2 жүк машинесі 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна, ал екіншісі 5 тонна жүк тасымалдайды. Жүк машинелердің әр қайсысы қанша тонна жүк тасымалдаған? Яғни бірінші жүк машинесі 4 тоннадан қанша рет екен белгісіз. Екінші жүк машинесі 5 тоннадан, барлығы 99 тонна. 5-ті 4-ке қосамыз 9, бір рет қатынағанда. 99-ды 9-ға бөлеміз 11 рет. 11 рет қатынау саны. 4-ті 11-ге көбейтеміз 44, бірінші жүк машинесі. 5-ті 11-ге көбейтеміз 55 тонна. Яғни екінші жүк машинасы. Жауабы бірінші жүк машинесі 44 тонна, екінші жүк машинасы 55 тонна жүк тасымалдайды екен. 6-шы есеп. Тіктөртбұрыштан қиып алынған фигуралардың ауданын табудың әртүрлі тәсілін қарастыр және түсіндір. Бізде берілген А. Бірінші есеп 35 азайтылған 10 тең 25 сантиметр квадрат дейді. Яғни бізде А 7 сантиметр, ұзындығы ені 5 сантиметр, А1 7 азайтамыз 2 тең 5 сантиметр, В1 5 азайтылған 3 тең 2 сантиметр. Ауданын табу үшін біз А мен В-ны ұзындығы мен енін көбейтеміз, сонда 10 сантиметр. Екінші ауданын табу үшін, С-ті табу үшін А көбейту В, ұзындық пен ені 7-5-ті көбейтеміз, 35 сантиметр квадрат. S2-ні табу үшін S-тан азайтамыз S1-ді, 35-тен азайтамыз 10-ды, 25 сантиметр квадрат. Бірінші фигураның ауданы 25 сантиметр квадратқа тең екен. Екіншісі, бізде A1 5 сантиметр, В1 2 сантиметр, А2 7-ден азайтамыз 2-ні 5 сантиметр, В2 3 сантиметр, С белгісіз. S1-ді табу үшін ұзындық пен ен А1 мен В1-ді көбейтеміз. Сонда 10 сантиметр. S2-ні табу үшін А2 мен В2-ні көбейтеміз, сонда 5 көбейту 3 15 сантиметр. S-ті табу үшін S1-ге S2-ні қосамыз, сонда 25 сантиметр. Фигураның ауданы, екінші фигураның ауданы 25 сантиметр. Дәл осы түрде қалған фигураларды да ұзындықтарын, енін жазып, биіктіктерін жазып, жаңағы есепті шығарамыз. Жетінші тапсырма. Тапсырманы орында Марат ағай қара өрік терді. Ол 15 данасын Әлияға, қалғанының жартысын Айнаға берді. Содан кейін оның себетінде 10 қара өрік қалды. Марат аға барлығы қанша қара өрік терген? Яғни барлығы белгісіз, Әлияға 15, Айнаға 15, X азайтау 15, одан бөлеміз 2-сін. Яғни Айнаға жартысын берген қара өріктің. Қалды 10. Бізде теңдеуі шығады. Теңдеу арқылы жазатын болсақ, X азайтамыз 15, жақшан жабамыз 2 бөлінген тең 10. X азайту 15 тең 10 көбейту 2. X азайтуымыз 15 тең 20. Енді X-ті табамыз 20 қосылған 15, X-іміз 35. Барлығы Марат ағайда барлығы 35 қара өрік терген екен Марат ағай. 8-ші есеп. Астық өсіру үшін қандай қолайлы табиғи жағдайлар қажет екендігін білесің бе? Диірменде бидайдан ұн тартады. Сызба бойынша ұн туралы пропорционал бөлуге есеп құрастыр. Яғни сызба бойынша қараймыз. 2 күн
3 күн, барлығы 200 теңге. Яғни 3 күніміз бізде артық болып тұр, 2 күннен қарағанда. 2 диірмен бірге 200 теңге ұн тартты. Біріншісі диірмен 2 күн тартса, ал екіншісі күн 3 күн тартты. Әр диірмен қанша тонна ұн тартты? 2-ге 3-ті қосамыз 5 күн, 200 тоннадан бөлеміз 5-ті 40 тонна, 1 күнде тартылады. 2-ні 40-қа көбейтеміз 80 тонна, 2 күнде 3-ті көбейтеміз 40 тоннаға 120 тонна. 3 күнде жаңағы 2 диірмен, бірінші диірмен 2 күнде 80 тонна, екінші диірмен 3 күнде 120 тонна ұн тартады екен. 9-шы есеп, ойлан және жауап бер. Фермер 5 сиыр бірнеше түйеқұс пен қоян өсіреді. Сиырлардың аяғының саны түйеқұстардың аяғының санына тең және қояндардың аяғына қарағанда 4-еу артық. Фермерде барлығы неше сиыр, түйеқұс және қоян бар? Яғни сиыр 5-еу, аяқтарының саны тең, 4-еу артық қояннан. Түйеқұс белгісіз. Шешу 5 көбейту 4, 20, сиырлардың аяғы. 20 бөлеміз 2-ге 10, түйеқұс саны. 20-ны азайтамыз 4, 16, қояндардың аяғы. 16 бөлеміз 4, ол қояндар саны. Фермерде 5 сиыр, 10 түйеқұс, 4 қоян бар екен. 10-шы есеп, есепті шығар. Оқушы бірдей бағада барлығы 10 дана торкөз және жолды дәптер сатып алды. Торкөз дәптерге ол 150 теңге, ал жолды дәптерге 100 теңге төледі. Оқушы неше торкөз дәптер және неше жолды дәптер сатып алды? Бізде торкөз белгісіз, бірақ 150 теңге. Жолды дәптер белгісіз 100 теңге. Барлығы 10 дана. Әр дәптердің бағасы қанша теңгеде екен? 150-ді шешуі 150-ді қосамыз 100-ге 250 теңге барлығына төленді. 250-ді 10-ға бөлеміз 25 теңге, бір дәптер бағасы. 150-ді бөлеміз 25-ге 6 дана торкөз, 100-ді бөлеміз 25-ге 4 дана жолды дәптер. Оқушы 6 торкөз дәптер, 4 жолды дәптер сатып алған екен. Әсінде дәл осы есепке ұқсас есеп өзіміз шығарамыз.